мүмкін күткенде шығармыз. Не айтады деген сұрақтар ойымызда. Және де Олжанның өзінің шындығы, өзінің пікірі, өзінің ойы бар. Бәлкім сіздердің ойларыңызда басқаша көзқарас қалыптасуы мүмкін. Біздің де әлі де қояр сұрақтарымыз өте көп. Және де біз Олжанды ортаға шақырамыз, келіңіз. Расул, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош көрдік баршаңызды. Біз кеше енді эфирде айтқан болатынбыз, сізге бір күн береміз, ертеңге дейін күтейік, түсіндіріп өзіңіз келіп мән-жайды айтсаңыз деп. Не болып жатыр негізі? Әсемді жарты жолда қалдырдыңыз, ұятқа қалдырдыңыз. Естуіміз бойынша сан түрлі әңгімелер бар. Сіз үміткерді шақырып алғаныңыз бар. Одан бөлек тағы да тіпті Әсеммен бірнеше күн кездесіп, екеуміз қосыламыз деп күні бойы бірге қыдырғандарыңыз, дүйсенбі күні келеміз дегендеріңіз, бірақ сіздің жоғалып кеткеніңіз деген секілді, одан кейін хабарласып, Әсем маған мүлдем хабарласпа, жазба дегенде әңгімелер. Менің әкем саған қарсы, жобаға да қарсы деген әңгімелер. Жалпы, Расул, не істеп жүрсіз? Негізі бір мәселе болды сыртта. Мен сол мәселені шешпегенше мен эфирге келмеймін деген сияқты ой туындады менде. Сондай ой болды. Бірақ кешеден бері мен көрдім эфирларды, мен дайрегіме көптеген адамдар жіберді. Бұл жерде негізі шынын айтайын, мен Әсемнің жылағанын, басқа қатысушылар ауыр пікір айтқанын мен қаламаймын. Иә, соның үшін келіп отырмын. Сіз басынан бастап айтып берсеңіз. Бағанада мен сыртта жаңағы көріп отырым, жылап қалып. Мен қаламаймын ол нәрсені. Жылама болды. Тағы да сондай сөздер, жылы көзқарастар сіздерде, бірақ түсініксіз ситуациялар. Сіз басынан бастап айтып берсеңіз. Сөздің бәрі бірақ шындығында Әсемге тиіп жатыр. Сіз қаламасаңыз да. Баласаған барлығын мен түсіндіріп берем. Жақсы, не болды, не қойды. Бірақ шынымен мен былай бастайыншы әңгімені. Мен Әсемді жақсы көрем. Жақсы көрем, мен жібермедім мен ол қызды. Мен берген уәделерім кезіндегі, мен сені алам, мен сені жақсы көрем деген нәрселердің барлығы ол шынайы болды менің тарапымнан. Бірде бір өтірік қосылған жоқ. Өйткені мен осы эфирда отырған кезде мен ешқандай қызға, не только эфир, сыртта да мен саған ғашық болып қалдым, мен сені алам, ата-анаммен таныс деген нәрсені айтпағам. Кеше де, мен солай бір Әсемді ортаға отқа тастап кеткен адам сияқты көрініп қалдым. Мен мәселені шешуден, мәселені бір өзіме дұрыс болсын деп қашудан мен ондай жігіт емеспін. Мен бұдан да ауыр мәселелердің кезінде өткенбіз, осы жерде ол мәселелерді шешкенбіз. Менде просто андай нәрсе болды.
Әсемнің айтқаны дұрыс болды шынымен. Алдында мен Әсеммен сыртта қосылдық біз. Біз дүйсенбі күні келіп барлығын айтамыз. Біз қайтадан бір-бірімізге деген сезіміміз бар, бір-бірімізді жақсы көреміз, бір-бірімізді жібермейміз деген сияқты әңгімелерді айтамыз деп келістік. Расул, Бірақ өткен алдыңнан бастаңызшы. Сіздер екіге кеттіңіздер, кеткеннен кейін қай уақытта сіз үміткер шақырғыңыз келді? сол таныстық тоқтағаннан кейін ертеңіне ғой деймін. Шынымен Әсемнің айтқанында, Аружаннан да кешірім сұраймын сырттан. Мүмкін мен солай ойнаған сияқты болып көрініп қалған шығармын, бірақ шынымен мен Әсемді қызғандыру үшін ол қызды шақырып алдым. Оны Әсем де білді, соңында Аружан да білді. Расул, бізде дәл қазір жарнама. Әсем, келіңіз. Сөзін Да. Бізде негізі екеуміздің планымыз бойынша, екеуміздің әңгімеміз бойынша негізі барлығы дұрыс болу керек еді біздің арамызда дүйсенбі күні. Бірақ мұндай дүниеде мен сыртта біздің таныстығымыз соңғы рет тоқтады ғой осы ортада. Одан кейін менің әкем кәдімгідей қарсы болып қалды. Жобаға ма? Жобаға емес, Әсемге бірінші. Одан кейін жобаға да бармай-ақ қой дегенге келтірді. Әсемге қарсы болса? Және не үшін сіз мұның барлығын жасап? Айтып тастасам бола ма? Айтыңыз. Ой болды, бірге барлық нәрсені, бұл Әсемнің ата-анасына да, менің ата-анама да дұрыс жағынан түсіндіреміз мәселені, қайтадан жаңағы оң баталарын аламыз деген сияқты ниет болды бізде. Соған әрекет жасадық. Сөйтіп, сол жаңағы атамның басына шыққан күні, кешке қарай бізде барлығы күшті болып та ойласқанбыз, жарайды, жақсы деп. Сөйтіп жолда маған жазды, үйіңізге жеттіңіз ба деп. Мен қазір сәл қалды дедім. Үйге барған кезде менің әкем, енді білмеймін, Әсеммен кездескенімді барлығын білді. Кәдімгідей мені кішкене қысымға алды. Қашаннан бері қарсы негізі Әсемге? Таныстығымыз тоқтағаннан бері. Не үшін? Мүмкін енді мен әкеммен кәдімгідей сөйлестім, қанша уақыт бойы көндіруге тырыстым. Сол әкем көнсе барлығы күшті болып кететін сияқты болып көрінді. Сонда Әсемге басынан бастап қарсы болған жоқ. Яғни мен таныстырам, тәтті шай жасаймын деген нәрселердің барлығы шынайы болды деп айтып отырмын ғой сіздер. Иә. Сол бір-бірімізге ауыр сөздер айттық қой, таныстық тоқтайтын кезде. Ақтөремен кездескенде. Жоқ, ол да емес. Ол емес. Жоқ, мен әкеме мен бір апта алдын білдім дедім ғой. Иә. Бір апта алдын білдім. Менімен бірге әкем де білді о нәрсені. Ол дүниеден емес, бір-бірімізге ауыр сөздер айттық. Андай әңгіме айтады ғой әкем. Енді берекетін кетірмей тоқтадыңдар ма, тоқтасаңдаршы деген сияқты. Бірақ былай мынандай дүние болып тұрды. Менің Әсемге деген ішімдегі сезімім ішімді тырнайды. Бірақ бір жағынан менің Асқар әкем о нәрсеге қарсы болып тұр. Мен шынымен мен о нәрсені шешкім келді. Сыртта да әрекет жасадым, сөйлестім, көндіруге әрекет жасадым. Сол мәселені шешіп болып мен жобаға келем деген ниет болды. Бірақ сондай қолымнан келмеді. Әсемді мен ортаға тастаған жоқпын, отқа тастаған жоқпын. Егер ондай жағдай болса, мен келмейтін едім до конца. Бұл жерге отырмайтын едім. Әсемнің жылағанына маған бәрібір болатын еді. Жоқ, мен жылағанын көргім келмеді. Бағанада сыртта отырып, көзіне жас алған кезде мен редакторларға жоқ, мен шығуым керек, шығам деп қылмай ортаға шығып кеттім.
Расул, мен былай ойлаймын. Мынандай Сіздің нәрсе шарасыз айтайыншы. күйіңізге қарасам қазір жалғастырасыз міндетті түрде. Әкеңіз Әсемге басынан қарсы сияқты. Жоқ, басынан қарсы емес деп мен үшінші рет айтып жатырмын балауыз саған. Өйткені бізде тәтті шай болады, тәтті шай жасаймыз деген кезде менің әкем ондай нәрсеге қарсы болған жоқ. Керісінше енді менің таңдауыма, менің жасаған әрекеттеріме ол кісі қарсы болмайды. Мүмкін ақылын айтатын шығар, бірақ қарсылық танытпады. Танытқан да жоқ сол кезде. Бірақ уақыт өте келе таныстық тоқтағаннан кейін болған дүниелер бұның барлығы. Ал кеше мүмкін мен Әсемнен басқа нәрсені күткен шығармын. Мүмкін Балауыз ағаң, жоқ, ана мен жерде сөзімді Расул бітірген жоқпын. айта салайыншы. Нұрай, сөзімді бітірген жоқпын, өтініш бітіріп тастайыншы. Кешеден бері сөйлеп жатсың сен. Мынандай нәрсе ғой, мүмкін Әсем білет, әкемнің қарсы отқанын білет, бұл қызы жақсы көретінді да білет. Сол дүние ғана ұстап тұрған білет, о нәрсе айтылды бұл қызға. Бірақ мен сыртта тырысып жатырмын кәдімгідей, жоқ осы қызбен бірге болайыншы, жоқ жіберем десем де, бірақ жібергім келмей ішімнен, әкеме жарайды десем де, бірақ сондай нәрсені қимай. Басқа нәрсе мүмкін. Басқа нәрсе айтқанда, мен Расулды сезім өшкен жоқ деп қалай бар солай айтса, мен жақсы көрем деп айтса, мен Расулды күтем деп айтса, мен газды до конца басатын едім ғой. Әкемнің де ойы басқаша, менің әкемнің де ойы басқаша болатын еді. Мүмкін бермей тұрған батасы оңға қарай ауысатын бет деген сияқты ой болды да. Қазір енді Әсем кінәлі болып тұр ма? Балауыз ханым, мен айтқым келіп тұрды. Мен кінәлап жатқан жоқпын. Менен Әсемді Кінәлап жатсыз ғой. сүйемін, мені жақсы көрем деп айтқанын деп. Сонда сіз бізде барлығы жақсы болады, бір күн бойы жоқ болып кетесіз да, маған кешкісін звондап, маған әкем қарсы, мені мазалама деп кәдімгідей айтып, трубканы өшіріп, мен сізге қанша рет звондадым білесіз ба? Даже 100 рет звондадым мен сізге. Бір рет трубканы алып, Әсем осындай жағдай болып жатыр, маған әкем қарсы болып жатыр, давай мен әкемді көндіруге тырысып көрейін десеңіз, мен кеше бұндай әңгіме айтып отырмаймын мына жерде. Сіз маған ондай әңгіме айтқан жоқсыз. Сіз маған Әсем болды, мені мазалама, менің әкем қарсы деп өшіріп тастадыңыз. Сонда мен не істеуім керек? Әсем, ол кезде сөйлестік қой. Не үшін сенмен сөйлесе алмағанымды, не үшін саған байланысқа шыға алмағанымды айттым ғой. Сіз маған әкеммен сөйлесем, көндіруге тырысам деген нәрсе айтқан жоқсыз. Сіз маған просто мені мазалама болды дедіңіз. Сонда мен сіз маған мазалама деп тұрсыз, мына жерге келіп, жоқ, менің Расулға деген сезім бар деп Әсем, отыруымды қарашы. күттіңіз ба? Егер маған басқа дүние керек болса, мен жобада отыратын едім, қатысушы болып. Бұл жерде саған бәрібір болғанда мен әкемді көндіргім келмегенде, мүмкін мен келмейтін едім осы жерге. Маған бәрібір болған жоқ. Білем. Қазір де бәрібір емес саған. Қазір маған бәрібір. Расул, шын айтам, қазір маған бәрібір. Менде сізге деген бауыр басу болды, сенім болды. Бірақ ол нәрселердің барлығы қазір менде жоқ. Мен сізге дальше сене де алмаймын. Айттым ғой, бұл қызда реніш, сенім жоқ. Расул, Әсем, ойларыңыз жинақтап алыңыздар. Балауыз ағаң, мен жаңа айтып жатырмын, мына жерде Расул басынан бастап қарсы болмады деген сияқты. Расул, сен маған өзің шақырып алған кезде сондай әңгіме айттың ғой. Балауыз ағаң, меніңше қазір мынандай нәрсе есіме түсіп отыр да, білесіз ба, бір кездерде бұларда Әсемді таныстыруға апарам деген кезде Расулдың тарапынан мынандай әңгіме болды ғой. Менің әкем айтып жатыр, тағы да бір ай жүре тұрыңдар деген сияқты қатты асығыс болып кетті деп айтқан кезі болды ғой. Сол әңгімеге негізі бүкіл нәрсе шын болып келе жатқан секілді. Сол әңгімесін айтқанына қарағанда шынымен де басынан бастап қарсы болған секілді Әсемге негізі. Енді қара, ол жерде, Нұрай, сен кәдімгідей кешеден бері мақсатың сонда айыру ма? Сенің теріс мақсатта айтып отырған пікірлеріңе мен былай жауап берейін. Ол кезде, сол сәтте
айтылған кезде мен әкем қарсы деген нәрсе айтып болған жоқ. Кішкене жассыңдар, кішкене жүре тұрмадыңдар ма, бір-бірлеріңді тани тұрмадыңдар ма деген нәрсені ғана мен кәдімгі асын сызып айттым. Захан, Сен сол нәрсені түсіне тұра, сен қазір қалай сен мимен логично ойлана тұра, менің аузымнан сондай пікір шыға тұра, сен кешеден бері неге кәдімгідей андай теріс пікір айтып жатсың бізге? Енді Расул болған нәрселерді айтып жатырмын ғой. Мен ешқандай Сен жерде болған өтірік нәрсені айтып нәрселер жатқан айтқан жоқсың. Сен сондай сияқты, мына жерде Сондай мынандай сияқты сияқты емес, деп сенің фактпен аузыңнан емес, шыққан сөзіңді мен сияқтыға саған сеніп айтып айттым жатсың. болды. Басылыңыздар. Ұрсатын ештеңе болып жатқан жоқ, басылып сөйлесейік. Расул, енді әрі қарайғы қадам қандай сізден? Сіз қазір сезімім бар деп бастадыңыз ғой. Бұл нені білдіреді? Әсем оралшы маған дегенді білдіре ма бұл айтып жатқаныңыз? Біз түсіндік, жақсы, үміткерді Әсемді қызғандыру үшін шақырыпсыз. Бізге ескертпестен, бізге айтпастан, біздің ту сыртымыздан. Жақсы, сезім деп алайықшы ол ситуацияны. Ол нәрсені Балауса ханым, әлбетте қатысушыларға да, халыққа да, сіздерге де мүмкін жоба шартын бұзу болып көрінетін шығар. Бірақ менің түсінігімде, жарайды сондай болып көріне берсін, бірақ менің түсінігімде ол махаббат үшін күрес. Жақсы, мен оны ары қарай қазбалағым келіп тұрған жоқ. Ендігі сіздің ары қарайғы қадам қандай болады? Сіздер сыртта қосылдыңыздар, бірақ сіз ары қарай жоғалып кеттіңізде, менің әкем қарсы дедіңіз. Қазір келдіңіз. Демек, түсінгеніміз бойынша әкеңіз әлі де қарсы, бірақ сіз махаббат үшін күрескіңіз келіп. Дәл солай. Және мына жерде мен сұрақ қойыншы Әсемге. Жаңа айтып жатсың ғой, мен саған сенбеймін, тек бауыр басу ғана қалды деп. Қалай сенбейсің, соны тікелей айтшы маған. Сенің қазір айтып отырған сөздеріңе сенбей, менің әлі де сезімім бар деген, сезімі бар адамның сен ісін істеген жоқсың, Расул. Нақты, қай кезде істеген жоқпын? Қойшы, нақты анау мынау демеш, түсініп отырсың ғой. Содан кейін Балауса ханым, ата-ананың разылығы басты нәрсе ғой. Енді бұл кісінің әкесі қарсы, бізде қазір қайттан мен бұл кісіні кешіріп, қайттан сөйлескенмен де ештеңе шықпайды. Мен бұл кісіге деген сезімім жоқ екенін түсіндім. Әсем, сізге нақты Расул айтып жатыр. Махаббат үшін күрескім келеді. Сен маған ораласың ба дейді. Күрескісі келсе күресе берсін, бірақ мен жақтан ондай нәрсе болмайды, Балауса. Әсем, қазіргі жауабыңыз жоқ, жалғастырмаймын ештеңені. Себебі сіз Расул тағы да жоғалып кетуі мүмкін деп ойлайсыз ба? Иә, Балауса ханым, бір рет емес, 2 рет қайталанды ғой бұл ситуация. Мен мына нәрсені бүйтіп көрсетейінші. бұл кісіге Негізі сене алмаймын. Әсемде сезім болмаса, Әсемде маған деген ұнату болмаса, мені жан таласып іздемейтін еді негізі ол кезде. Менің інілеріме хабарға шығып, Расул қайда деген әңгімелерді айтпайтын еді. Мен сол нәрсені ұстап отырмын да, бұл жерде шынымен бір 2-ақ күннің ішінде, 3 күн дейікші, 3 күннің ішінде жарайды, адамның сенімі жоғалуы мүмкін, бірақ адамның сезімі жоғалады деген нәрсеге мен сенбеймін. Расул, Ал мына жерде әлбетте мен бұл жерде мүмкін махаббат үшін күрес барысында сондай дүниелер болған шығар, бірақ Әсемнің айтып отқан дұрыс, мен әкемнің сөзінен аттап өте алмаймын. Мен мүмкін, менде андай түсінік болды да, мен сыртта жан таласып, кәдімгідей әкемді көндіруге тырысып, осы біздің ара қатынасымыз дұрыс болса екен деген ниетпен кәдімгідей әрекет жасап жатырмын. Бірақ кеше Әсем, мен үміткер күтем деп сондай қылып отыр да, сол кезде де мен қандай біртүрлі болып қалдым да, мен мына жақта жан таласып, әкемді, үйдегілерді көндіруге әрекет жасап, мен осы қызбен бірге болсам екен, болашақ көрсем екен деген ниетпен, мен бұл қызды жақсы көрмесем, менің атам, мен өмірімдегі ең жақын адам болғанды бола тұра, мен бұл қызды мен атамның басына өзіммен бірге алып бармайтын едім. Өйткені бұл қызбен мен болашақ көрдім, сол сәтте жақсы көрдім. Бірақ бұл нәрсе мынандай да, шынымен мен мүмкін кеше Әсем, мен үміткер күтпеймін.
деп қалай бар сол нәрсені айтқанда, мүмкін мен әрекет жасар ма едім, мүмкін мен әкемнің ойы оң тарапқа өзгеретін бе еді. Әрекет Менің жасасаңыз, үш тағы да күніңіз болды ғой Расул, сіз қазір 3-4 дәл күніңіз қазір болды сіздің. қайтадан сіз әсемді кінәлап отырсыз.